Армысыздар көрермен, Атырау арнасында Атырау Квест. Бүгін біз екінші айналымды қорытындылаймыз. Яғни үшінші айналымға кім өтеді? Қай команда өтеді? Неше команда өтеді? Қандай сұрақ болады? Қандай нысандар алаймыз? Қандай қызықтар болады? Бірге білеміз. Естеріңізде болар 2019 жылы қыркүйек айында ең алғашқы ойын осы Тылсым дәуір экспозиция залында болған болады. Ең бірінші команда қатысқан ол жас кәсіпкерлер Густан командасы. Ойын ең алғашқы болғандықтан маған да қызық болды, сіздерге де қызық болды. Бірақ қарасаңыздар 40-қа жуық ойын өтті. Қаншама команда келіп қатысып жатыр, сүрініп те жатыр, ұтып та жатыр. Енді үшінші айналым күрделі болады. Жартылай финал. Кім өтеді? Қанша команда өтеді? Бізге беймәлім, бірақ бағдарлама соңында бұл құпия ашылатын болады. Бүгінгі күні біз Атырау Квест бағдарламасының екінші бөлімін аяқтадық. Бұған дейін бізде 40-қа жуық команда қатысса, жүйріктен жүйрік озат, қазанаты бір бөлек деген. Шынымен де бірінші сайысқа қарағанда екінші сайыстың тапсырмалары күрделі болды. Себебі бірінші біз тек қана осы облыстағы орталық музей мен қаладағы тарихи орындарға экскурсия бағытында болса, екінші турда облыс көлеміндегі барлық қоғамдық негіздегі құрылған музейлерге де музейлік квест бағдарламасы ұйымдастырылды. Рашида Еремқызы, екінші айналым 7 түрлі нысан, 7 түрлі тапсырма. Екінші айналымда қызықта болды, тапсырмалар қиында болды, күрделі де болды. Осы екінші айналымда бағдарлама өз мақсатына жетті ме? Бұл жоба арқылы облыс тұрғындары, жалпы біздің осы бағдарламаны қарайтын тұрғындар, облыста орталық музейден басқа да музейлердің бар екендігі, оның ішінде қаншама тарихи құндылықтардың сақталып жатқандығын көрермендерге таныстыру мақсатында ұйымдастырылды. Бұл ойымыз жүзеге асқан сияқты, яғни ойын өзінің мақсатына жетті деп мен нақ сеніммен айта аламын. Себебі біздің ойынға қатысушылардың өздері өлкеде осындай музейдің бар екендігі, оның ішінде осындай тарихи құндылықтардың барлығын, мысалы Ембі-Мұнайгаз акционерлік қоғамындағы өнер мұнай музейінің осындай жоғарғы технологиядағы әдіспен көрермендерді музейге тартуға болатындығын, және сол әдістер арқылы олар мұнайдың қалай өндірілетіндігін, жердің қандай қашықтықта, қандай қабатта орналасқандығын, мұнайдың барлығына өздері еркін экскурсия жасады. Ал мынау София Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университетінде болған біздің қатысушыларымызда жалпы мұнайдың технологиясына қатысты көптеген мәліметтерді білді, алғашқы зерттеушілерді білді. Ал Ғабдолсланов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасындағы қатысушыларымыз арқылы біздің көрермендеріміз шын мәнінде Ғабдолсланов ағамыздың шын азан шақырып қойылған атының кім екендігін білді. Немесе Шаймардан Сәриев атындағы өнер музейіне қатысушылар, Шаймардан атамыз өзінің әкесін, обадан қайтқан әкесін көзі көрмесе де, оның бұл өмірде жерленген жерін білмесе де, өзінің кейінгі ұрпағына үлкен аманат қалдырды. Яғни ол өзінің баласына атын Құлыптас деп қойды. Ол баласына бұл ат қандай ауыр екендігін түсінді, білді. Бірақ дегенмен де осындай қасиетті ұғымдарды біз елдің санасына енгізу арқылы өзіміздің құндылықтарымызды насихаттай білетіндігімізге тағы бір мәрте көз жеткіздік. Атырау тарихи өлкетану музейі мен Атырау арнасының бірлескен жобасы Атырау Квест бағдарламасының екінші айналымына өткен команда Каспиан Ньюс телеарнасының командасы ортамызда. 13-14 жылы. Әлбәттә есепке жақсы, яғни оның әріптер саны. 14 ғасыр. Онымен Тыйым сауыттар бар. Тыйым сауыттар, иә? Үшінші тапсырманың жауабы тыйым сауыттар. Жалпы осы аралап жүргенде мен достық деген керемет картинаны білген болатын. Ол осы залда. Біз көрейік, уақыттарыңыз кетіп жатыр, ал қараңыздар. Қазір бір мет, әне тұр, дәл әне. Осы картина сүйі достық картинасы. Авторы? Авторы Дмитрий Романович. Дәл осы жауабы деп тұрсыздар ма? Иә, қазір көрейік. Бірінші сана.
Дұрыс, керемет. Жазайық па? Жазыңыздар. Театрдың үлкен залы неше орындық? Есепті шығарсаңыз, киім ілетін орныңыздың нөмірі келесі тапсырма сол жерден табасыз. 1126 алу 345 минус 376. Alamız 376. 5 0 508 Бұл 508-ге осы киім ілгіштің бізде керек, яғни 508. 508 Келесі тапсырма Абай Құнанбайұлына байланысты болатынын мен айтпасам да біліп тұрсыздар. Олай болса, үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек туралы айтқан сөзі Абай атамыздың нешінші қара сөзінде жазылған. Мен оны білем, іздемей-ақ айтайықшы, 17-ші қара сөзі. 17-ші келіп тұр. Дұрыс айтасыз. Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтанын сомдаған актер. Актер. Бибарстың рөлін. Енді қараймыз, Бибарстың рөлін сомдаған кім екен? Атыраудың осы қайықтың думасы. Қараймыз. Еске түсіреміз. Ал қыздар, ойланамыз. Дәл барлық сұрақтар осы жерге қатысты. Сырттан қарай ешқандай сұрақ қойған жоқпыз. Команда Қарқан жаман емес, бірінші жұмбақты ең бірінші айдана Халел Досмұхамедов бірден тапты. Шапшаңдығы көрініп ақ келе жатыр. Нұрмұхан Жантөрин. Нұрмұхан Жантөрин дейді. Жантөрин, фамилия шықсаңыз ба? Нұрмұхан Жантөрин, қараймыз. Қарашы, сау болу керек ма? Бибарстың рөлін ойнады ғой, мәмліктің несінде. Бибарстың рөлін сомдаған Нұрмұхан Жантөрин. Өте дұрыс. Алғашқы ғалымдардың бірінің есімін атаңыз дейді. Сонымен Рычков па? Точно ма? Олай болашақ. Жоқ, мыналарды айтып тұр ғой. Соқтаса. Мін. Соқтасының несінің ішінен де айтып тұр ғой. Соны айтты. Бірінші қатарда 4 тасты дейді. 1, 2, 3, 4-ті тастап, үшінші бағанға түсіңіз. 2, 3-ке түстік. Нефритке түстік. Сосын немесе бірінші бағанын 3 тастап, бірінші бағанын 1, 2, 3 тастап, оңға қарай 2 тас тастағаннан кейін. Оңға қарай 2 тас тастағаннан кейін. Соған нефрит қой, нефрит. жетейін бе? Сонымен жауабы нефрит. Жауабы нефрит. Дұрыс кеттік. Қазір уақыт бітіп жатыр дейді. Машина Ерімқызы екінші айналым аяқталды. Жақсы ойын көрсетті. 7 командаға шоу жасасақ. Екінші команданың кезеңі өте тартымды өтті, себебі 7 команданың тапсырмасы 7 түрлі болды. Мысалы, Махамбет Өтемісұлы атындағы Академиялық қазақ драма театрындағы өрт сөндірушілердің қызметі олардың жұмыс бағытына байланысты болды. Бұның барлығы алдын ала әдейі ұйымдастырылды. Себебі олар өрт сөндіру кезінде қай бөлмеде қандай нәрселердің орналасатындығын, болмаса оған шығу жолдарының жаңа белгілі бір нұсқаулықтар арқылы жүру керектігін, қанша лестницадан, баспалдақтан өту керек, одан кейін қалай өту керек, туннельден қалай жүру керек, бұның барлығын олар өзінің жұмыс барысында қолданатын тәсілдерін ойын барысында көрсете білді. Бірақ дегенмен де олардың өздерінің жұмысына шын берілген маман екендігін мынау техникалық тұрғыдан дәлелдегенімен тарихи құндылықтарды білуге деген, яғни біздің Махамбет бабамыздың жерленген жерінің білмей қалуы, бұл әрине біздер үшін үлкен сын. Яғни біз бұдан кейінде тарихи тұлғаларымызды насихаттау жұмыстарын жолға қоюымыз керектігіне біз осы ойын барысында өзімізде көзімізді жеткіздік. Бұл бізде ол қажет емес. Сұрақтың жауабы. Топырақ және уақыт өлшейтін құрал, осы екеуінің байланысы қандай бұйым шығады? Жақсылап ойланыңыз. Әрине болса, жауабын бұл жүрмес тек қана алға жүріп оқытамыз. Қандай бұйым шығады? Бәлі ұстап тұрсыздар, бұның не екен? Уақытымыз қанша қалды біздің? Сөршінесеміз қалай? Бұл неміз пайдаланайық, подсказкамызды пайдаланымызда керек қой. Дәл тауып тұрсыздар? Тауып тұрық онда. Сағат басында? Құм сағат қол. Құм сағат, дұрыс. Бұл ойын барысында әрине командалардың өзінің ерекшелігі анықталды. Мысалы, Каспий Ньюс командасы
бойларында жалпы тарихқа деген қызығушылықтың бар екендігі анықталды, бірақ дегенмен де берілген тапсырмаға жіті назар аударған жоқ. Соның салдарынан олар жаңағы биіктігі мен ұзындығы, ені ішінде жаңағы тарихи құндылықтардың атауы көрсетіле тұрса да, олар музейдің сыртында орналасқан кесенені таба алмады. Осы арқылы олар келесі жаңағы бөлімге өте алмай қалды. Бұның барлығы жаңағы осы адамдардың ойлау қабілетін дамыту мақсатында ойластырылған болатын сұрақтардың барлығы. Командалардың осындай кемшіліктер үшін олар келесі турға өте алмай қалды. Алтын Орда дәуірінде жоғары мәдениет пен өркениеттің дамыған дәлел ретінде мына суретте сөйлей аласыз. Осы суретте көрсетілген тұрмыс жайға келетін және кері ағып кететін сулар қалай ненің көмегімен жеткізілді және олар неден дайындалды, жәдігер залда орналасқан. Тоқта, мынау емес қой бізге керегі. Келетін, кері ағып кететін. Мына суреттер сөйлей алады. Келет, кері ағып кететін. Жоғарғы мәдениет өркениетті дамыған ел. Онша сияқты көрдіңіз ма? Команда, жеңілдік берейінші, бұл жақта емес. Ал бір жеңілдік бердім сіздерге. Басында бұл сұрақты оқығаннан кейін Дәуреннің аузына, яғни сөзіне жақсы сөз түсті. Мен соны қолдаймын, яғни ең бірінші айтқан өзінің жауабы бар. Соны дамытса деген ойдамыз. Сұрақ кері оқиықшы. Осы суретте көрсетілген тұрмыс жайға келетін және кері ағып кететін сулар қалай келетін, кері ағып кететін сулар қалай ненің көмегімен жеткізілді және олар неден дайындалды? Сол кездегі дамыған мені дәл таптыңыздар. Сұраққа мән беріп оқысаңыздар, өзі айтып тұрады негізі. Атырау газетінің журналистерінен құралған команда, әрине олар журналистік мамандық болғаннан кейін саланың барлық түрін жетік білуге, меңгеруге және олар осы ойынға қатысатын болғаннан кейін, мынау іріктеу кезеңінде өткеннен кейін олар осы бізге қандай тапсырмалар керек екен деп кішкене зерттеу керек еді. Бірақ дегенмен де қанша атамызды білмей қалуы және олардың ойынның ең соңғы сұрағында өздеріне уақытты үнемдей алмағандықтан уақытының жетпей қалуына байланысты олар келесі турға өте алмай қалды. Осы жылнамалар ішінен Қазақстан жерінде мұнай іздеу туралы алғашқы өтініштерді кім жасаған ісін атаңыз? Қосымша көмек Қазақстандағы алғашқы мұнай өндіру кәсіпорны. 1834 міне, яғни бұл осы экранға қараймыз, оқимыз. Лебедев жасаған дейді. Өтініштер кім жасаған? Сосын енді келесі сұрақ. Лебедев дейді. Қазақстан алғашқы мұнай өндіру кәсіпорны 1894 жылы дейді. 1897 жылы мамырда патша үкіметі. Бұл бізде 1894. Сонда Лебедев деп жазған. Салтанат міне Лебедев. Келе ме екен? Келет, Лебедев жауап берді. Келесіне өшейік. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. 7 команданың ішінен 4 команда іріктеуіміз қажет. Сіздің пікіріңіз? Жалпы қазіргі біздің іріктеу кезеңі бойынша біз 4 команданы қалдырып отырмыз. Бұл 4 команданың шын мәнінде жастардың бойында ізденуге, білуге деген құштарлық, командалық жұмысқа, яғни бірлесіп, кез келген тапсырманы бірлесіп шешу керектігі, біреу бір нәрсені ойлап жатса, екіншісі соның бағытындағы, төңірегіндегі нәрселерді іздестіріп, мысалы жаңағы Ғабдолсыланов атындағы кітапханадағы мынау абонементтік бөлімнен алғашқы тапсырманы алғаннан-ақ олардың қадамы жақсы болды. Мысалы, Абай атамыздың қара сөзін іздемей-ақ, жаңағы жол нұсқаларды қолданбай-ақ бірден шешіп, бірден айтуы, бұл біздің мынау негізгі осы Атырау квест бағдарламасының негізгі идеясы да Абай Құнанбайұлының 105 жылдығына арналып ойластырылған. Бұндағы негізгі мақсатымыз да сол Абай атамыздың рухани құндылықтарға деген көзқарасын кейінгі ұрпақтың санасына жаңғырту болса, міне осы команда өзінің осындай ерекшелігімен көзге түсті. Бізге де қызық, көрерменге де қызық. Енді 4 команданың ойыны 3-ші айналым. Қайда өтеді? Қай жерде?
келесі 4 команда облыс көлеміндегі аудандық музейлерге экскурсия жасайтын болады. Яғни олардың тапсырмалары аудан көлеміндегі музейлерде болады. Олардың барлығы қайсына қай музей түседі, әрине ол таңдау арқылы, жеребе суыру арқылы өздеріне анықтайды. Ол тек ойынға шығатын күні ғана анықталады. Ал енді көрермен, міне 7 командадан 4 команда іріктелді. 3-ші айналымға, жартылай финалға жолдама алатын командаларға мына жолдамаларды табыстаймыз. Реакциясын бірге көрейік. Олар қазір ештеңені білмейді, өйткені сіз бен біз білеміз. Барамыз, тапсырамыз. Әрекеттері қандай, көңіл күйлері қалай болады екен. Олар жұмыста, біреуі оқу орнында, біреуі басқа жеке шаруалармен жүр. Бірге тапсырамыз. Кет. Міне, яғни 4 команданың жолдама ішінен аполдықтар команда капитаны Қамбарға табыстайтын боламыз. Бірақ біз бана телефон шалғанымызда, ол осы ойын сауықтың бірінде жүр екен. Қай жерде жүр екен тапарайық. Олар ештеңе білмейді. Жолдама алды ма екен, алмады ма екен. Көңілге тексерейік. Міне отыр екеніміз. Қамбар! Қалай жағдай болған, жақсың ба? Көңілге қалай? Наушник чистің? Өзің демалып отқан сияқтысың ғой, е? Жалпы, Атырау көз бағдарламасы жүргенсің танытыпсың ғой, е? Қамбар, жалпы бүгін біздер іріктеу кезеңін өткіздік, 4 команда қалды. Сізге бір қуанышты, бір басқа жаңалықтармен келіп тұр. Қайсынан бастайын? Басқалы екінші. Сіздер осы іріктеу кезеңден өттіңіздер. Келесі жолдамаға міне қолымызда, келесі жолдама сізде. Бұйырса 3-ші айналымда кездескенше. Күткен жоқпын негізі. Бүгінгідегі өте қуанышты жаңалық. Әрине бүгінгі өте жақсы болып тұр екен негізі. Осындай қуанышты жаңалықты жеткізетіндей өте керемет күнде осындай жақсы қуанышты жаңалықты естіп тұрамын, өте қуаныштымын. Менің қасымда командаластарым бәрі осы жобаны жеңіп алуды армандайды. Әрине барлығы семейге барғысы келеді. Осы финалға өткеніме өте қатты қуаныштымын. Жартылай финалға өткендеріңе. Жартылай финалға өткеніме өте қуаныштымын. Командаластарына сәлем айтамын. Міне жолдама қолда. Бұйырса семейге барамыз деген ойдамыз. Ал сәттілік ендеше. Енді біздер аудан музейлеріне баратын боламыз. Яғни сол жақта музейлерге экскурсия жасап, халыққа сіз білмеген сұрақтарды, мен білмеген сұрақтарды шешеміз бірге. Ал кет, сәттілік. Жолдама алған 4 команданың біріншісін тапсырдық, екіншісіне келе жатырмыз. Яғни бұл жас кәсіпкерлер, команда капитаны жеткіншек, ол әлі ештеңені білмейді. Келеміз, көреміз, эмоциясын қараймыз. Құрметті жеткіншек, сіз келесі кезеңге өттіңіздер. Құтты болсын. Шын дәл өзі, міне сізге жолдама. Қалай, көңілге қалай, түсінбей қалдың ба? Міне 7 команда екінші айналым болды. 7 команда ойнадыңыздар. Соның 4 командасы келесі 3-ші айналымға өтті. Яғни жас кәсіпкерлер, сіздер өттіңіздер. Жартылай финалға жолдама. Міне түсінбей қалыпсың ба? Жоқ, андай да, жылдан көп қалдық. Жылдан көп қалдық ба? Ал енді, көңілге қалай вообще? Жақсы, қуаныштымын біздің команда өткеніне. Енді қашан болады ол? Болады бұйырса, құттай күтеміз. 16-сынан бастаймыз, әлі съемкілеріміз бар. Сенімдіміз да өзіміз. Сенімдісіздер ғой, е? Абай өңіріне, туған өлкесіне саяхат жасайсыздар, жеделі бір жеріне. Олай болса, міне, жас кәсіпкерлер, екінші команда біздер бірінші аполдықта тапсырған болатымыз. Қамбар команда капитаны, екінші міне, жеткіншек команда капитаны, жас кәсіпкерлердің команда капитаны. Біздер енді облыс аумағындағы аудан орталықтарына, яғни аудан орталықтарында музейге экскурсия жасаймыз. Сол музеймен бізде білмейтін, сіз білмейтін сұрақтар болады. Енді күрделене бастайды, жартылай финал. Содан кейін финал болады 2 команда. Енді жеңіске 2 қадам қалды тек қана. Финалда кездесейік, одан кейін жеңістен сіздерді көрейік деген. Менде де бір ниет. Барлығын айтып келе жатырмын, жалғыз сізге емес. Тағы да 2 команда қалды. Ал өзіңнің
ойыңмен бөлісе ғой, енді пікіріңмен қандай көңіл күйдесің, жалпы өтем деп ойладың ба негізі? Негізі бірінші кезең оңай болды. Көмектестіңіздер. Екінші кезеңде енді кішкене қиын. Көмектестерің айтпай ақ қойыңыз, жеңілдік берді деп. Жеңілдік берілді. Осы дұрыс сөз, иә. Екінші кезеңде кішкене қиынырақ болды. Енді үшінші кезең одан да күрделенеді деп тұрса, енді дайындаламыз. Тақырыптар алдын ала қалай бұл айтылады ма? Жалпылама тақырыпта ештеңе айтылмайды. Сол аудан аумағындағы музейдің тарихына, сол мүмкін оқырманға аудан түсетін бар сізге, мүмкін ол Қызылға аудан түсетін бар, Исатай аудан түсетін бар, біз де білмейміз. Тек қана жүрек таңдау арқылы дайындаламыз. Төрт команданың ішіндегі ең бірінші орын. Сіздерге мен жеңілдік берейін бе? Сіз осы 7 аудан бар ғой, соның тарихын бәрі сол шығыңыздаршы. 7 ауданды. Бір үлкен жеңілдік сіздерге. Олай болса, міне ең алғашқы қатысқан команда 2019 жылы қыркүйек айында қатысқан команда Губстан командасы. Міне команда капитаны жеткіншегі өзің. Ал Губстан. Отамыз, жеңеміз. Отамыз, жеңеміз. Сәттілік. Біздер міне Атырау ақпарат медиа холдингінің ғимаратындамыз. Яғни біз өңірлік коммуникация қызметкерлерін жолдама тапсырамыз командасына, Алау командасына. Міне команда мүшесі Айша. Сәлеметсіздер ме? Ал қуанышты жаңалық. Сіздер үшінші кезеңге өттіңіздер. Сіздер жобадасыздар. Үшінші кезеңдесіздер. Енді команда капитаны Нұрсұлтан әзірге жұмыста жоқ екен. Сол себепті сіз команда мүшесісіз. Аңсаған да банағыдай өз журналистер болғандықтан әртүрлі қызметте жүре береді. Шарада жүреді, әртүрлі енді халық жаршысы болғандықтан. Көңілге қалай үндемей қалдыңыз ғой? Көңілге тамаша, рахмет. Негізі алдында бері ойлап қойдық, өтеміз бе екен, өтпейміз екен, басқа командаларға қарап. Бірақ қуаныштымыз. Енді 4 команда қалды. Жартылай финал өткендеріңіз. 4 команда ауданға барасыздар. Енді аудан орталықтарында музейге барасыздар. Музейден экскурсия жасайсыз. Сұрақтарды сіз де білмейсіздер, біз де білмейміз. Сол сұрақтарды шешіп егер ұтсаңыздар финалға өтіп, финалға өтуге тырысамыз. Финалға өтіп, жеңімпаз болсаңыздар, біз сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Жеңімпаз болсаңыз қайда барасыздар? Семейге. Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласына саяхат жасайды. Абай туған өлкеге. Биыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы. Сәттілік. Ойынға дайындалыңыздар. Жеңілдік берейін бе? 7 ауданның тарихын қараңыздар. Қайсы түсетін білмейміз. Ал команда, міне 3-ші команда тапсырдық. Бұл команда өңірлік коммуникация қызметкерлері командасы Алау. Біздер келесі ойынға өткен командаға сәттілік тілейміз. Ал біз 4-ші командаға жолдама тапсырғымыз келіп еді, бірақ ол команда, пікірсайысшылар қазір қалада емес екен, бірі басқа өзінің жеке шаруашылықтармен жүр екен, бірі оқуда деген сияқты. Енді біз қазір WhatsApp желісі арқылы видео звонокпен соғып, оларды құттықтап жібереміз. Міне өздері де телефон шалып жатыр. Олай болса кеттік. Ассаламалейкум, Бернебек, қалай қабатын қалай? Бернебек, бұйырса сіздер міне жолдама алдыңыздар. 3-ші кезеңге өттіңіздер, жартылай финалға. Пікірсайысшылар 4 команда өтті, 7 командадан. Сіздер 4-ші болып өттіңіздер. Сәттілік тілейміз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Аман жүріңіздер. Енді біз командастарды құттықтадық. Міне 3-ші кезеңге өтулермен деп жартылай финалда 4 команда. Енді күрделі сұрақтар алда күтіп тұр. Аудандарға барамыз, аудан музейлерін аралаймыз. Сәттілік командастар. Әр сайыскерге сәттілік тілейміз, сәттіліктеріңіз серік болсын. Біздің мақсат сіздерді бір-біріңізбен сайыстырып, сынға түсіру арқылы ширату,
тарихқа деген қызығушылықтарыңызды ояту. Себебі бұл ойын бұнымен тоқтап қалмайды. Бұл ойын келесі жылда жалғасады. Сондықтан облыс тұрғындарына жалпы квест ойынына қатысуға дайын болуға шақырамыз. Себебі келесі жылы біздің таңдауымыз қай салаға түсетінін біз әзірге құпия сақтаймыз. Ал енді құрметті көрермен, біздер 4 командаға, іріктеуден өткен 4 командаға жолдама тапсырдық. Олар енді тыңғылықты, тың дайындаламыз деді. Күрделі қиын сұрақтар болады. 4 команда жартылай финалда, одан шыққан 2 команда финалға өтеді. Біздер тек қана сәттілік дейміз. Сіздерден жақсы ойын күтеміз команда. Келесі кездескенше сау болыңыздар.